Microsoft компаниясы туралы 10 дерек. Microsoft корпорациясы штаб-пәтері Редмонд, Вашингтон, Америка құрама штаттарында орналасқан. Microsoft корпорациясының ең танымал бағдарламалық өнімдері операциялық жүйелердің Windows желісі, Microsoft 365 өнімділік қолданбаларының жинағы және Edge веб шолғышы. Оның флагмандық аппараттық өнімдері Xbox бейне ойын консольдері және сенсорлық экранды дербес компьютерлердің Microsoft Surface желісі болып табылады. Microsoft 2022 жылғы Fortune 500 рейтингінде Америка құрама штаттарының ең ірі корпорацияларының жалпы табысы бойынша 14-ші орынға ие болды. 2022 жылғы табыс бойынша әлемдегі ең ірі бағдарламалық жасақтама өндіруші болды. Ол американдық ақпараттық технологиялар саласындағы үлкен бестіктің бірі болып саналады. Alphabet, Amazon, Apple және Meta компанияларымен бірге. Microsoft корпорациясының негізін Билл Гейтс пен Пол Аллен 1975 жылы 4 сәуірде Altair 8800 үшін Basic аудармашыларын әзірлеу және сату мақсатында құрды. Ол 1980 жылдардың ортасында MS-DOS операциялық жүйесімен дербес компьютерлер нарығында, одан кейін Windows жүйесінде үстемдік етті. Компанияның 1986 жылы акцияларын бастап орналастыру IPO және оның акцияларының бағасының артуы Microsoft қызметкерлері арасында 3 миллиардер мен шамамен 12 мың миллионерді жасады. 1990 жылдардан бастап компания операциялық жүйе нарығынан көбірек әртараптандырды және бірнеше корпоративтік сатып алулар жасады. Олардың ең үлкені 2023 жылдың қазанында 68,7 миллиард долларға Activision Blizzard компаниясын сатып алуы. Одан кейін 2016 жылдың желтоқсанында LinkedIn-ді 26,2 миллиард долларға сатып алды және оның Skype Technologies-ті 2011 жылдың мамырында 8,5 миллиард долларға сатып алуы болды. – 2015 жылғы жағдай бойынша Microsoft корпорациясы Android жүйесіне операциялық жүйе нарығының көп бөлігін жоғалтқанымен, IBM PC үйлесімді операциялық жүйе нарығында және кеңселік бағдарламалық қамтамасыз ету пакеті нарығында үстемдік етеді. Сондай-ақ компания жұмыс үстелі компьютерлеріне, ноутбуктерге, қойындыларға, гаджеттерге және серверлерге арналған басқа да тұтынушылық және кәсіпорындық бағдарламалық қамтамасыз етудің кең ауқымын шығарады. Соның ішінде интернетте іздеу Bing көмегімен, сандық қызметтер нарығы MSN арқылы, аралас шындық HoloLens, бұлттық есептеулер Azure және бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу Visual Studio бар. Стив Балмер 2000 жылы Гейтсті бас директор ретінде ауыстырды және кейінірек құрылғылар мен қызметтер стратегиясын ойластырды. Бұл Microsoft корпорациясының 2008 жылы Danger Inc-ті сатып алуымен 2012 жылдың маусымында Microsoft Surface планшеттік компьютерлер желісін іске қосу арқылы дербес компьютерлер шығару нарығына алғаш рет кірді. Ал кейінірек Nokia құрылғыларын сатып алу арқылы Microsoft Mobile және қызмет көрсету бөлімі құрылды. Сатья Наделла 2014 жылы бас директор қызметін атқарғаннан бері компания ақпараттық құралдарды қысқартып, оның орнына бұлтты есептеулерге назар аударды. Бұл компания акциялар 1999 жылдың желтоқсанынан бері ең жоғары құнына жетуіне көмектесті. Наделланың басшылығымен компания Xbox брендін қолдау үшін ойын бизнесін айтарлықтай кеңейтті. 2022 жылы компания Xbox брендін қолдау үшін Microsoft Gaming бөлімшесін құрды. Ол өзінің 3 еншілес компаниясына қосымша Xbox-ты пайдалануға арналған. Microsoft Gaming 2023 жылғы табысы бойынша әлемдегі 3-ші ірі ойын компаниясына айналды.
2019 жылдың сәуірінде Microsoft триллион долларлық нарықтық капиталға жетіп, тиісінше Apple және Amazon'дан кейін $1 триллион асатын ақш-тың үшінші қоғамдық компаниясы болды. 2023 жылғы жағдай бойынша Microsoft әлемдік бренд бағасы бойынша үшінші орында. Назарларыңызға рахмет.